Балалар, бізде қазір қазақ тілі сабағы. Ортақ тақырып атақты тұлғалар. Бөлімше сын есім. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Сөйлемнен сөз таптарын зат есім, сын есім, сан есімді етістікті табу. Кең жолдағы дәптерде бас әріп пен кіші әріптің биіктігі мен мөлшерін сақтап көлбеу, үзбей және біркелкі жазу қарқынын жеделдету. Балалар, біз сын есімнің заттың түрін, түсін, сапасын білдіретінін білеміз, оның сұрақтары қандай, қай? Мысалы, жақсы, әдемі, көркем, қыр мұрынды, сұңғақ бойлы, орта бойлы, аса ажарлы деген сияқты. Балалар, біз сын есімнің екіге бөлінгенін білеміз. Күрделі және дара сын есім. Жақсы балалар, сын есім заттың пішінін, дәмін, сапасын білдіреді. Оның сұрақтары қандай, қай, заттың көлемін білдіреді, түрін, түсін білдіреді. Ол басқа сөз таптарының қызметін атқаратынын білеміз. Қарама-қарсы сын есімдер де болады, Тамаша балалар. Балалар, ендеше бүгін 1 наурыз күн атауын жазамыз. Яғни балалар, бүгін алғыс күні екен 1 наурыз. Сондықтан қымбатты балалар, ата-аналарыңды бүгінгі алғыс күнімен құттықтауды ұмытпаңдар, туған туысқандарыңды, жолдас жораларыңды. Яғни бүгін алғыс күні, Тамаша балалар, дәптерімізді ашамыз, 1 наурыз деп бүгінгі күн атауын жазамыз. Ц әрпінің бас әрпін және кіші әрпін барлық талаптарға сай жазып шығамыз. Жазып бітсек, балалар, оқулығымыздың 56-шы жаттығуға назар аударамыз. Оқулықтағы ол 65-ші бетте, Яғни, бұл мәтінді бірінші оқиды екенбіз. Балалар, бұл Райымбек Батыр туралы өте керемет мәтін. Бұл мәтінді сендер өз беттерінше бірнеше рет оқисыңдар. Оқып біткеннен кейін мынандай дескриптор арқылы жұмыс жасайсыңдар. Бірінші, мәтінді толық оқиды. Екінші, мәтіннен сын есімдерді теріп жазады. Үшінші, қарындашпен сұрағын жазады. Көркем, сауатты жазады. Балалар, бұл тапсырма сендерге түсінікті деп ойлаймын, Түсінікті болса, екінші оқу тапсырмасына назар аудара қойыңдар. Оқулықтарының 65-ші бетіндегі 57-ші жаттығу. Бұл жерде балалар сендерге бірнеше мақал мәтелдер берілген екен. Осы жаттығу мынандай дескриптор арқылы жасалады. Бірінші, мақалдарды оқиды. Мақалдардың ішінен мәтін мазмұнына сәйкес келетінін тауып жазады. Көркем, сауатты жазады. Яғни, жаңағы 56-шы жаттығудағы атан, түйе, шөккен жер деген мәтінге қай мақал сәйкес келеді, соны ғана теріп біреусін ғана жазасыңдар, балалар? Келістік пе? Тамаша балалар, бұл жаттығу түсінікті болса, келесі 3-ші оқу тапсырмамызға назар аударайық. Бұл оқулықтарының 58-ші жаттығу оқулықтарының 65-ші бетінде, яғни мынандай дескриптор арқылы жасалады. Адамға тән қасиеттерді жазады. Екінші, жағымды және жағымсыз қасиеттерді бөліп жазады. Көркем, сауатты жазады. Балалар, кестені толтырып, кестені сызудың қажеті жоқ. Сендер жағымды дейсіңдерде 2 нүкте қою арқылы жағымды қасиеттерді жазасыңдар, адамға тән. Және жағымсыз дейсіңдерде 2 нүкте, қос нүкте қоясыңдар да, адамға жағымсыз қасиеттерді теріп жазасыңдар. Түсінікті ме, балалар? Түсінікті болса, сабағымыздың соңында сабағымызға кері байланыс беруді ұмытпаймыз. Яғни, леп белгісін жазып жібергендерін, маған бәрі түсінікті болды дегендерін, сұрақ белгісін жазғандарын, әлде де сұрағым бар дегендерін. Тамаша балалар, келесі сабаққа дайындаламыз.